Сонымен мына жерде мына есепті қарастырып жатсақ та, бірінші топтың бұл тобындағы 19-шы есепті қарайық. Модульмен келген жағдайда туынды қалай алынады? Бұл жерде так, біздің алдымызда мынандай бір задача тұрады. X қосылған екіні деген модулі тұрған нәрсені оң күйінде ашам ба, әлде теріс күйінде ашам ба деген мәселе бар осы жерде. Қайсартында. Енді оң теріс ашу үшін сен бұны мына жақтан туындалып болғаннан кейін қояйын деп тұрған саныңды орнына апарып қойып көресің есептеп. Мәселен, мен 3-ке -1-ді көбейтсем, сосын оған 2-ні қоссам, соңында -1 деген сан шығады, дұрыс па? Яғни дәл қазір менде мына -1-ді апарып қойған кезде мәні теріс болып тұр да, сондықтан мен оны теріс күйінде ашады екенмін. Бірінші теріс күйінде ашып алайын. Яғни f от x сонда бізде 5, мынаны теріс қылып ашсам -3x болады, мынаны қарама қарсаңмен ашсам -2 болады. Астында 5x -4, сонда аралық шамдап жүрсек, мынау -3x, 5-тен 2-ні алсам +3 болады, иә? +3 болады. 5x -4 десек болады. Енді туынды алуға дайын. Әлі туынды алып болған жоқпыз, енді алайын жатыр. Енді туынды аламыз. U бөлінген V бойынша аламыз, е? Так, мына дұрыс, мен аватым ғой сразу. Так, мына жерде -3 болады туындысы, и 5x -4. Сосын азайтылған деймін да, мынаның туындысы 5, мынаның өзі -3x қосылған 3 болады. И 5x -4-ні сыртынан квадрат бола салады, е? Арғырап ақшамдап жүретін болса, енді -15x плюс 12 плюс 15x -15, дұрыс па? -5 пен плюс 3. Так, мына жерде 5x -4-ні сыртынан квадраты, мынаменен мынау кетеді. 12-ден 15 салсам -3 болады. И 5x азайтылған 4-тің сыртынан квадраты қалады. Енді туынды алып болғасын -1-ді қой деді, -1-ді қоямыз енді. -1-ді қоятын болсақ, так, -3, мына жерге -1 қойылады. 5 көбейтілген -1, азайтылған 4, сыртында общий квадрат бар. Так, 5-ке -1-ді көбейтетін болсам, -5, -4, -9, -9 квадрат 81. Минус алына жүреміз да, 81, кейін 3-ке қысқарт жүрем. -1/27 жасалады, е? Е жауабы ма? Е екенін есте сол алсамыз. Так, сонымен модульмен келген жағдай түсінікті болды ма барлығымызға? Ол жағдайда сен оны екі жағдаймен қарастырасың, 0-ден үлкен, 0-ден кішкене деп. То есть былай қарастырасың. f от x тең болады 5 қосылған 3x қосу 2. То есть былай ашылады ғой бұл. Мысалы, мына жақта берілген түрде ойласақ, f от x тең, или былай стрелка қоямыз. Бірінші 5 қосылған 3x қосу 2, яғни оң күйінде ашамын. 5x -4, яғни мына 5 пен 2-ні қосып, мысалы мен 7 деп жүргеніме болады да. Сразу. 7 қосылған 3x, 5x азайтылған 4 болады функция. Егерде 3x қосылған 2-ні біз оң деп ашсақ деген мәселе. Ал егер сенде жаңағы мынандай күйге келеді, -3x қосылған 3 бөлінген 5x -4. Егерде 3x қосылған 2 0-ден кіші болса. Үшінші ситуация бар. 3x қосылған 2 0-ге тең болса, мынау 0 болып кетеді да.
X-тің мәні не болады еді берді? Минус 2 бөлінген 3 қой. Нәрге соны минус 2 бөлінген 3-ті қойып жібере саламыз да. Сонда минус 10 бөлінген 3 болады. Ол минус 22 бөлінген 3 болады в итоге. Сонда f от x тең 5 бөлінген минус 22 бөлінген 3 болса, так, минусты алына жіберейік, 3 үстіне барады да, функцияның мынандай болады. Үшіншісі тең демей қояйық, просто так үшіншісіне минус 22-ден 15 болады, егер 3x қосылған 2-ның мәні 0-ге тең болса. Яғни сонда мен үш түрлі ситуацияны қарастырдым. Мынау модульдегінің 0-ден үлкен болатын ситуациясы, модульдегінің 0-ден кіші болатын ситуациясы, теріс болып ашылды бізде. И модульдегінің 0-ге тең болатын ситуациясы, 0-ге тең болса ол x-тің мәні минус 3-тен 2, кейін 0 болып кетеді, значит, нерге минус 3-тен 2-ні қойсаң, в итоге функцияның мәні мынандай болып шығады. Бірақ әлі мен туындаған жоқпын просто. То есть, яғни модульмен келетін функцияларды біз негізі осылай жазып алуымыз керек. Үш түрлі жағдаймен ше. Кейін одан туындаған кезде уже туындыларын аламыз. Жеке-жеке аламыз. То есть, қазір мен енді мынаны алып қойғаныммен, былайынан алып қойғаныммен, ананы алуға менде уақыт кетеді. Ары-қарап түсінікті шығар деп ойлаймын, қалай туындау керек екенше. Главное, үш жағдаймен келтіріп алуымыз керек. Түсіндіре алдым ойымды? Егер мынандай шарт берілмеген жағдайда үш түрлі ситуацияны үшеуімен де ашып шығуымыз керек. Маған байланысты сұрақ бар ма, жоқ па? Жоқ, просто так саған без ничего былай тұрады да, мына функцияның туындысын тап дейді да, сен бірінші мынандайға келтіріп аласың, сосын әрқайсысын жеке-жеке туындап шығасың. Ол либо бір жауапта осылай үшеуде келуі мүмкін, немесе көп жауаптылықта болатын жеке-жеке келуі мүмкін. 0-ге тең емес үш жағдай. Енді мынаның туындысы яғни 0 болып кетеді ғой енді. Ол значит 0 деп туындылардың біреуінде 0, жауаптардың біреуінде 0 тұрады, 0 белгілейміз. Кейін қалғанында мысалы біреуінде туынды ретінде мынаны белгілеп жібереміз, тағы біреуінде ананың туындысын алуымыз керек болады да уже. Көп жауаптылықта, бір жауаптылықта да келуі мүмкін, үшеуде. Бүтірмен үшеуде тұруы мүмкін мысалы. Осы функцияның туындысын табыңыз деп ше. Көп жағдайда негізінде мынамен келеді. Туынды алда x орнына минус 1 қой деген немен келеді. Түсіндіре алдым ба ойымды? Так. Ары қарай. Енді ары қарай екінші топқа қарай өтуіміз керек. Екінші топ бізде ол иррационал функцияның туындысы. Иррационал функциялардың туындысы қалай алынады мәселесі. Иррационал функцияларда басты қағида мына нәрсені түсінуіміз керек. N-ші дәрежелі турасында x-ның m дәрежесі десе, бізге осы түбірді бөлшек дәрежеге айналдыра алуымыз керек. Болды осы. Яғни мынау бөлшек сызамызды n астына барады, m үстіне барады. Яғни n-ші дәрежелі турасында x-ның m дәрежесі, бұл x-ның n-нен m дәрежесі болады. Яғни мынау осылай келген нәрсенің бәрін былайынан келтіру арқылы біз функцияны туынды алуға дайындаймыз. Сондықтан қарапайым мысал ретінде енді мына жерден қарасылайық. Мысалы атомның бірінші есебі. Мәселен ол жерде функция былай берілген. X-ның 5 дәрежесі азайтылған 2-ның түпірасы x. 2 түпірасы x. Енді бұл жерде былай түсінуіміз керек. X-ның 5 дәрежесі азайтылған, мынаны біз туындалуға дайындауымыз керек. Яғни екі еселенген мына жерде екі нәрді бір бар екенін ескерсек, 2-ден 1 дәрежесі, x-ның 2-ден 1 дәрежесі болса. Кез келген түбірасындағы x қай еді? Бұда керісінше аласың, я. Мына жерде 2 бар, мына жерде қандай сан бар, сол бөлшектің астына қарай түседі. Қазір келесі екінші есепті тағы да түсіндірем ма? То есть мына жерде біз туындалатын болсақ, так, 5x-ның 4 дәрежесі 2-ден 1 алдына қарай келеді. И минус 2-ден 1 дәрежесі болса. Сонда мынамен мынау қысқарады. И 5x-ның 4 дәрежесі минус... Так, мынау x-ның минус 2-ден 1 дәрежесі бұл жерде 1 қалады да. Плюс 2-ден 1 дәреже қылу үшін осынан алжыр салады дейміз. 5x-ның 4 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген x-ның 2-ден 1 дәрежесі. Немесе оны бастапқы қалпына қайтару үшін түбірасын ала саламыз, иә. Функцияның туындысы тең болады 5x-ның 4 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген x-ның 2-ден 1 дәрежесі деген сөз, ол түбірасында x бола салады екен. Түсіндіңдер ме мен ойымды?
сұрақтар бар ма жоқтан байланысты. Яғни мына функция бізде мына функцияның туындысы болады деген. Енді шамалы күрделенген версияны қарастырайық. Мәселен, екінші есеп А тобында 2А2. Бұл жерде так, x тең 27 нүктесінде f от x тең 9 еселенген үшінші дәрежелі теориясында x-тің квадраты функциясының туындысын табыңыз дейді. Яғни f от штрих 27-ні тап деп тұр бізге. Бұл деген сөз мағынасы функцияның туындалып сосын. Бірінші функцияны туындалуға дайындаймыз, Қара, жаңа қайсар сұраған мәселе. Мына түбірдің дәрежесі ол әрдайым бөлшектің астына барады, ал түбірдің астына санның дәрежесі немесе айнымалының дәрежесі бөлшектің үстіне барады секілді. X-тің 3/2 дәрежесі. Яғни туындаған жоқ әлі, бірақ туындалуға мен дайындаламын функцияны. Сонда функцияның туындысы бізде не жерде? Так, 3/2 алдына келді, 9 тұр. 3/2-ден 1-ді алсам, минус 3-тен 1 болады. 3/2-ден 1-ді алсам. Сөйтіп, мына мен мынау менде қысқарады. 6 x-тің минус 3-тен 1 дәрежесі болады. Сонда оны ары қарап 6 бөлінген астына қарай түсірім керек қой мен x-тің 3-тен 1 дәрежесі. Түсіндіре алдым ба? Сонда функцияның туындысы деген менде 6 бөлінген x-тің 3-тен 1 дәрежесін қайтадан түбірге кіргізген дұрысырақ. Кіргізбесем де болады. Үшінші дәрежелі теориясында x бола салады. Енді функцияның туындысы 100% дайын. Енді біз не істейміз? Орнына 27-ні қоямыз, f от штрих x-ның орнына 27-ні қоямыз. 6 бөлінген үшінші дәрежелі теориясында 27. Надан 3 шығады, 6-шы көрсем 2 шыға салады. Жауабы бізде 2-ні дәреже салады. Так, ойым түсінікті болды ма? Енді мынандай жағдайлар бар. Мәселен, мына тобында 3-ші есепке қарайықшы. Так. 2 бөлінген x-тің 5 дәрежесі қосылған x көбейткен 4-ші дәрежелі теориясында x. Осы функцияның туындысын табыңыз дейді. Так. Біз бірінші мына функцияны туындалуға дайындап алуымыз керек. Так. Бұл деген сөз бізде 2 бөлінген x-тің 5 дәрежесі дегеніміз не ол? 2 еселенген x-тің минус 5 дәрежесі. Ал анау, міне осы жерде көп адам ұйықтап қалып жатыр. Мынау x көбейткен x-тің 4-тен 1 дәрежесі, мына жерде көрінбейтін бір бар. Енді мынау x пен x көбейткенде 1x болады да, 1 мен 4-тен 1 екеуі қосылып кетеді салып былай айтқанда. Сонда 1 мен 4-тен 1 екеуі қосылса 5 бөлінген 4 болады. Яғни біз әлі туындаған жоқпыз, бірақ туындалуға дайындап жатырмыз былай айтқанда. Түсіндіре алдым ма ойымды? Сонда f от штрих x тең болады. Мынау минус 5 алдына келсе минус 10 болады. 1-ді тастасақ минус 6 болады. Кейін 4-тен 5 алдына келеді. 1-ді тастасам 1 бөлінген 4 қала салады. Не келеріңіз? Енді бұны жаңағыдай бастап қалпына қайтаруым керек. Ол деген сөз минус 10 бөлінген x-тің 6 дәрежесі қосылған 5 бөлінген 4. Мынау 4-ші дәрежелі теориясында x деген мағына береді екен. Осыны жауаптан іздейміз. Бар ма? А жауабымен сәйкес келеді екен. Иә. Түсіндіре алдым ма ойымды? Түгелмедік жігіттер. Пауза баспа. Қазір дауыс жазбай қалады ғой. Кім жоқ екен айтып жүрсіңдер жігіттер? Жаңдар аяқта тұр ғой. Түгел. Так. Кеттік онда. Жалпы ойым түсінікті болды жігіттер, жаңағыдай мына моментке назар аударамыз. Мына жерде не істеймін деп көбісі ойланып қалып жатыр. Бұл деген сөз мынандай деген сөз, бұл деген сөз мынандай деген сөз. 1 мен 4-тен 1 қосылады да, негіздер бірдей сандар көбейтілген кезде бір негіз болып, дәрежелер қосылып кетеді. Жетті ойым? Енді мысалға сен сұраған есебің айкен 6-шы есеп дейсің ба? Давай 6-шы есеп барайық.
2v6. Бес түбір астында x қосу x қосылған 1. И түбір астында x. Жеке-жеке бөлгеніміз дұрысақ. Негізі, хотя біз u бөлінген v-ның идеясымен алсақ та болады, бірақ бұл жерде біз жеке-жеке не істегеніміз дұрыс екен? Аламыз дұрыс екен. Так, жеке-жеке алу деген қалай болсын да? 5 түбір асы x бөлінген түбір асы x. X бөлінген түбір асы x. 1 бөлінген түбір асы x. Бұл деген сөз, мына екеуі қысқарады, әшейін 5 қала ма? X-ті түбір асы x-ке бөлсем түбір асы x қалады. Білесіңдер ғой, өйткені ол түбір асы x-тің квадрат деген сөз, квадратпен біреуін қысқарып, жай ғана түбір асы x қалады жерде. Енді 1 бөлі түбір асы x өзіп тұр. Енді бұның өзін әлі кішкене шекілеу болып тұр, 100% дайындауымыз керек. Яғни 5 қосылған x-тің 2-ден 1 дәрежесі қосылған x-тің минус 2-ден 1 дәрежесі болады. 1 бөлінген түбір асы x. Яғни 1 бөлінген x-тің 2-ден 1 дәрежесі, ол x-тің минус 2-ден 1 дәрежесін береді. Жеткізе алмау енді. Енді осы жерден туындалатын болсақ, мынаның туындысы 0 болып кетеді. Мынау 1 бөлінген 2, x-тің минус 1 бөлінген 2-сі. Мынау минус 1 бөлі 2 алдына келеді де, 1-ді тастасам минус 2-ден 3 бола салады. Енді оны туынды алынды, бірақ өзінің бастапқы қалпына, яғни дәрежедегі терістерден құтылуымыз керек. Сонда 2 x-тің 2-ден 1 дәрежесі ол түбір асы x деген сөз. 1 бөлінген 2 x-тің 2-ден 3 дәрежесі деген сөз, яғни түбір астында x-тің кубы. Мұнаның өзі әлі бітпеді, өйткені түбір асты x кубтан әлі x-ті сыртқа шығаруға болады. То есть 1 бөлінген 2 түбір астында x. Мынадан сыртқа x шығып кетсе, 2x түбір асты x бола салсын. Түсіндіңдер ғой, x-тің түбір астында x-тің кубы, x-тің квадраты көбейткен x десек, x-тің квадраты сыртқа x шығып кетеді да, түбір асты x-тің біреуі түбір астына қалып кетеді салып қойсын. Түсіндіре алдым ба ойымды? Ортақ бөлім беру керек па мына жерде? Береді екен ортақ бөлім. Берсаң ортақ бөлім. Мынау ортақ бөлім. 2x түбір астында x, мынаған енді x жетпей жатыр, анаған бәрі жетіп тұр, сонда x минус 1 бола салды. Бұл бізде 2x түбір асы x бұл жауап болады екен дұрыс. Шығарасың ба оны? Так, ойым түсінікті болды ма жігіттер? Сен жаңа бір есепті айттың ғой, тағы қандай есеп еді? U бөлінген v-мен алынады екен ғой. Сол 16-ны көрсетші жасайын. 12-ні и 16-ны көрсетші жасайын. Қараңдар. Нерге екі есеп сияқты. Жайғызсай. Так. 2v12. Үшінші дәрежелі турасында x куб минус 2-нің сыртынан квадрат тұр. Так, осыдан туындауымыз керек. Туындауға дайындаймыз. Қазір біз бірден айтайын, бұл күрделі функцияның туындысы бұл жерде. Яғни x куб минус 2-нің сыртынан 3-тен 2 дәрежесі, то есть мынау астына барды, мынау үстіне барды деген сөз. Енді туындауымыз осыдан. Туындалатын болсақ, 3-тен 2 алдына келді. 3-тен 2-ден 1-ді алсам, минус 3-тен 1 бола салама. Көбейтілген еден адам бөлек туындалатын болса, мынаның туындысында мынаның 3x квадрат бола салады. Осы 3 пен 3 қысқарады. 2 мен x квадрат үстіне жазылды. Мынау астына барады. X куб аударылған 2-нің 3-тен 1 дәрежесі. Оны ары қарап түбірге айналдыратын болсам, 2x квадрат 3-ші дәрежелі турасында x куб минус 2 бола салады екен. Бұл жауап ма? Жауап ма? Ойым түсінікті болды ма, жігіттер? Сұрақ бар ма жоқ мынаған байланысты? Кетті, енді 16-ны қарап жүрейік. Болды, сонымен ары қарап есептерді өздерің жалғастыра берсіңдер. U көбейткен v немесе U бөлінген v-мен келген жағдайда не істейміз деген мәселе ғой.
2 бөлінген 3 x қосылған 1 түбір астында x минус 1 дейді. Бұған біз мен алуымыз керек, е? U көбейткен v-мен алуымыз керек. Басқа амал жоқ қой. Бірақ ол үшін біз бірінші дайындап алайық бұны, яғни былай дайындап алайық. 2 бөлінген 3 x қосылған 1, мынау x азайтылған 1-дің 2-ден 1 дәрежесі деп жазайық. Так, 2-ден 1 бірақ тек қана x минус 1-ге ғана тиесілі, бәріне ананың бәріне тиесілі ойлаққанмандар, оның бәріне тиесілі болу үшін мына жерде жақшалынып тұру керек. Сондықтан бұл 2-ден 1 дегеніміз тек мына жақшаға тиесілі. Енді кеттік. Мынау u-дің рөлінде тұр, мынау v-ның рөлінде тұр. 3-тен 2-дің жақшасына просто шығарып қоя саламыз әшейін. Яғни туындалатын болсам 2 бөлінген 3 тұрады менде. Так, мынаның туындысы 1-ге тең, иә? Мынаның өзін жазуымыз керек. Қосу енді мынаның өзін жазамыз. Мынаның туындысы 2-ден 1 алдына келеді. Сосын x минус 1-дің 2-ден 1-ден 1 алсам минус 2-ден 1 дәрежесі болса. Түсіндіре алдым ба? Жақша сонымен жабылды. Түсінікті болды ма ойым? Мына жаққа жаза берейік енді. f(x) тең болады. Так, 2 бөлінген 3 қайтадан жақшаның ішінде мынау деген сөз түбір астында x минус 1. Сосын қосылған мынаның минус дәрежесінен құтылу үшін астына қарай түсіреміз бөлшектің. 2 еселенген астында x минус 1-дің 2-ден 1 дәрежесі деген сөз түбір астында x минус 1. Мынау x қосылған 1 үстінде тұр. Ақша жабылды. Енді ортақ бөлім берейік. Ортақ бөлім мынау болады да мынаған барып беріледі ол. Екі еселенген x минус 1. Мынау 2 болады. Мынамен көбейтсем жақшаның ішінде x минус 1 түбірден құтылам. x плюс 1 бар менде мына жерде. Мына 2-мен мына 2-ні құртуға болады. Так, 2x-ке x қоссам 3x болады. Минус 2-ке 1 қоссам минус 1 болады. Түбір астында x минус 1 болса деген. 2 бөлінген 3 деген. Ашып бар екен ғой. Онда жоқ, қысқартамайсың ба орын? Жақшан сыртында емес қол. Так, ойым түсінікті болмаса онымен. Мынау қай жауапқа сәйкес келеді қараңдар. Маған байланысты сұрақ жоқ шығар, иә? Мен u көбейткен v-ның мысал келтірдім, u бөлінген v-да кетсе де осы идеямен шығарып кете береді дегенбіз. Ешкімде сұрақ жоқ қой. Болды, онда сұрақ жоқ болатын болса лекциямызды дальше кейін ары қарап жалғастырамыз, иә?